Біздің бауыр қарындастары, туыстары, жиендеріміздің жетілуіне көп еңбек сіңіргенін ерекше атап Әке-шешеміздің отбасында 1956 жылы өмірге келген екінші перзенті Сандуғаш апамыз осыдан 2 жыл бұрын 68 жасында өмірден өтті. Апайымыз 10 жылдықты аяқтаған 70 жылдары ауылдың мектеп бітіруші жастарын 2 жыл қой бағуға міндеттеп қойған кез болатынды. Қызының болашағына қатты алаңдаған әкеміз кеңестік жүйенің үкіміне қарсы шығып, баласын Семей педагогикалық институтына оқуға жіберген. Әрине осы әрекет үшін әкемізді партия қатарынан шығарды. Сандуғаш алғаш еңбек жолын Арқалық ауылында бастады. Ол жерде 15 жыл қызмет ете жүріп, қанат жездемізге тұрмысқа шықты. Өмірге келген 5 перзенттің анасы атанды. 1995 жылы Қарағанды қаласына орын ауыстырып, облыстық білім басқармасында жемісті еңбек етті. Қарағанды қаласындағы нөмірі 91 мектептің директоры қызметінде жүріп, зейнеткерлікке шықты. Тумысынан еңбекқор, ізденімпаз апайымыз зейнет жасында да белсенді өмірін жалғастырып, қалалық ардагерлер орталығының беделді мүшесі болды. Түрлі іс-шаралардың басы қасында жүріп, өзінің бойға біткен өнерін шыңдай түсті. Республикалық, қалалық фестивальдар мен сайыстарға қатысып, көптеген жүлделі орындардың жеңімпазы атанды. Апамыз гәкку әнін әуелете шырқағанда айналасын нұрландырып жіберетінді. Кез келген той думанның сәні де, шырайы да өзі болушы еді. Жылы шаңырағымызда дүниеге келген бауырымыз Гаухар небәрі 27 жыл өмір сүріп, өмірмен қош айтысып кете барды. Мектеп бітірісімен мектеп пионер ұйымының жетекшісі қызметін атқара жүріп, ауылдың қоғамдық жұмыстарына етене араласып, өзі де ән айтуда ерекше әсем дауысы бар Гаухар, ауылдың көркем өнерпаздар үйірмесінің жұмыстарын ұйымдастыруда алдына жан салмайтын еді. Ақылына көркі сай Гаухар бауырымыз өте биязы, ақ көңілде ашық мінезімен, қайырымдылығымен, кез келген сәтте көмек қолын соза білу қасиетімен біздің ғана емес, ауылдастарымыздың санасында да мәңгілік сақталып қалды. 1993 жылы өмірге келген бауырымыз Болатұлы Жасылан осыдан 27 жыл бұрын күтпеген жерде ажал құрығына ілініп, мәңгілікке қара жер құшағына енді. Бейкүнә бауырымыздың періште бейнесі мәңгілік көз алдымызда сақталады.
жан өмір, зулап аққан уақыт тілегінде, біреуге бала, біреуге аға, айнымас дос, сүйікті жар, асқар таудай әке болған Абайбек бауырымыздың арамыздан кеткеніне 5 жыл толды. Ата-анамыздың тұңғыш немересі ғана емес, кенже баласындай аялап, бауырына басқан сүйікті баласы болып ер жетті, оқыды, отау құрып, әке атанды. Абайбек жүрегі кең, қайырымды, адамгершілігі биік, өте алғыр, 8 қырлы, бір сырлы, өнерлі жан еді. Тағдырдың Абайбекке еншілеген ғұмыры тым қысқа болды. Абайбектің оқыстан келген қазасы, әп-сәтте қабырғамызды қайыстырып, жанымызды күйзелтіп, бүкіл әулетімізді жай түскендей жағдайда қалдырды. Бүгінде алтын бауырымызды көзімізге жас алмай еске алу мүмкін емес. Орнында бар оңалар деген. Абайбектің артында қалған балапандары көз алдымызда өсіп келе жатыр. Әкесі өмірден озғанда 1 жастан жаңа ғана асқан бүлдіршініміз Азиза биыл мектеп табалдырығын аттағалы отыр. Өмірден өткен бауырларымыздың артында қалған көген көз балаларына, жұрағатына қарап, өзімізді жұбатамыз. Сол балаларға қарап, өмір балалары арқылы жалғасын тауып жатқанын сеземіз. Бүгін осы асқа себепкер болып отырған жандардың ұрпағы, бауырлары, ұл қыздары мен немере шөберелері, оларды еске ала отырып, тағзым етеміз, дұға бағыштаймыз. Туғандарымыздың жарқын бейнесі жүрегімізде мәңгі сақталады. Артта қалған бала шаға, немере шөберелер, сіздердің өнегелі істеріңізді жалғастырады. Әркез сағынышпен еске алады. Жандарыңыз жәннатта болсын. Бауырым менің, шарығым менің, айталмай келіп, сағынып едім, кінәні жойып, көңілге тойып, жүрейік енді өкпені қойып. Өзіңнен өттім, бұл өмір 5 күн, сен мені кешір, мен сені кештім. Қайтадан бізді тумайды ешкім, қайтадан бізді тумайды ешкім.